Сәлеметсіздер ма, құрметті оқырмандар? Ақтоғай аудандық кітапханасының балалар әдебиеті бөлімінде Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерін жатқа айту байқауы өткізіледі. Байқаудың мақсаты оқушыларды ақынды жыр жауһарын танып білуге, зерттеуге ынталандыру. Байқауға Ақтоғай ауданы округі бойынша барлық ауылдық округі 6-8 сынып оқушылары қатыса алады. Байқаудың жеңімпаздары мен жүлдегерлері қазылар алқасының дауыс беру қорытындысы бойынша анықталады. Өтініштер 20 сәуір мен 1 мамыр аралығында қабылданады. 12 мамыр аудандық байқау өтеді. Арыстанбын, айбатыма кім шыдар? Жолбарыспын, маған қарсы кім тұрар? Көкте бұлт, жерде желмін гулеген, жер еркісі желден жөнін кім сұрар? Көкте күнмін, көпке нұрым шашамын. Көңілге алсам, қазір ғарышқа асамын. Шеті, түбі жоқ теңізбін қара көк, ерген толқып, шалқып тасамын. Жалынмын мен, келме жақын, жанарсың. Тұлпармын мен, шаңыма ермей қаларсың. Күл болсын көк, жемірілсін жер, уайым жоқ. Көз қырымен күліп қана қақармын.